Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Үйде бар болғаны жұмыртқа мен айран табылса, осындай биік болып шығатын бір 20-30 адамға жететіндей осындай бір үлкен торт жасап көріңіздер. Қараңыздаршы, берекелі әрі мынандай жұмсақ, оңай рецептпен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін өткізбей қараңыздар, арасында сіздерге күшті ақпараттар айтатын боламын. Сіздерге түсінікті болу үшін осындай шай кесемен өлшеп көрсеттім. Бір шай кесеміз 200 грамм болып шығады. Сонда бір шай кесен толтырып шекер салдым, сосын 3 жұмыртқа салып жақсылап араластырамыз. Миксерсіз жылдам оңай дайын болатын торттардың бірі, сол үшін сіздерге барлығын венчикпен жасап көрсеттім. Егер миксерлеріңіз болса, жылдам араластырып алсаңыздар болады. 250 мл айран саламыз. Сосын 150 мл пісте май құямыз. Енді осын жақсылап 1-2-3 секунд араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, бір ас қасықты толтырып какао қосамыз. Сосын осындай бір пачка разрыхлительді қосы жеріп, тағы да бір шай қасықтың ұшымен аздап қана ас содасын қосыңыздар. Сол кезде көтерілген көржіктеріңіз қайтадан шөгіп қалмайтын болады. Естеріңізде болсын, қандай да бір торт, бисквит, пирог жасасаңыздар, міндетті түрде разрыхлительмен бірге ас содасын да қолданыңыздар. Немесе тек қана ас соданың өзін қолданып, үксізге өлтіріп қосуларыңызға болады. Мінекей осындай бағанағы шай кесемен толтырып 2 кесе ұн қосамыз. Сіздерге бір жасағаннан ұқсап шықсын және де түсінікті болсын деп, осындай қарапайым шай кесемен өлшемдерін айтып түсіндіріп жатырмын. Тағы да түсінбеген сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға жазыңыздар, міндетті түрде жауап қайтарамын. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз, 2-3 минуттай венчикпен араластырамыз. Сонда бір шай кесеміз 200 грамм болғандықтан 200-400 грамм ұн қолдандым. Енді ұн әртүрлі болғандықтан байқап қараңыздар. Қазір мен қоюлығын көрсетемін, қандай қоюлықта болу қажеттігін. Егер де бұдан сұйықтау болып жатса, сіздерде 2 кесе ұн, тағы да шамалы 50 граммдай қосып жіберсеңіздер болады. Міне, осындай қоюлықта болу қажет. Енді осыны бірдей биіктікте, бірдей үлкендікте пісіп шығу үшін 3-ке бірдей бөліп аламыз, 3 кесеге. Енді коржықтарымызды пісіріп алатын боламыз. 180 градуста бірінші пешті қосып қойыңыздар, қысып тұру қажет. Осылай жұқалығын осылай етіп жайып аласыңыздар да 180 градуста қызарғанға дейін пісіріп алыңыздар. Не пісіп шықты, асты-үсті бірдей болып пісіп шығады. Осылай піскен тексеріп алып, пергамент қағаздан ажыратып аламыз. Жабыспай осылай оңай алынады. Міне бұл екінші коржигіміз. Енді қалған 2-3 коржигіміз пісіп шыққанға дейін біз кремді дайындап алдық. 500 грамм кәдімгі 20% қаймақ қолдандым. Оған 150 граммдай сахарный пудра қостым. Одан да тәтті болсын десеңіздер 180 грамм қосуға болады, бірақтан 150 граммның өзі нормальный болды. Қатты тәтті болу қажет емес, өйткені біздің коржықтарымызда да шекер бар ғой. Міне коржықтарымыз барлығы пісіп шықты, қараңыздар. Шеттерін енді барлығын бірдей етіп өлшеп кесіп аламыз, тегістеп. Осы шетінен шыққан коржықтарын жан жағына, бетіне қолдансаңыздар болады. Міне, осындай болып аралар әдем болып пісіп шыққан.
3 коржикті бірдей формада кесіп алдық. Енді тортымызды жинаймыз. Қараңыздар, патыныстың осылай почти бір патыныс торт шығып тұр ғой. Үлкен торт болып. Азанғы шайға, 5-тің шайына деп осындай балапандарыңыз тойып жейтін торт жасап беріңіздер. Негізі бұған тек қана осындай сметана, қаймақпен, сахарный пудрамен крем емес, кәдімгі заварной кремде жақсы үйлесім табады. Осындай заварной кремді де үйдегі бар заттардан, сүтпен неден дайындап, заварной крем жасасаңыздар да болады. Менің балапандарым осындай қаймақпен жасалған крем жақсы көргендіктен, осылай қаймақпен жасап көрсетіп жатырмын сіздерге. Енді бетін қалай сәндеп, әдемілеп өз қалауларыңызша, мен осылай вилкамен бірінші осылай сызықтар сызып шықтым да, сосын бетіне коржикті шамалы жақсылап ұсақтап майдаланған коржикті сеуіп шығып, сосын ашылып қалған жерлеріне осындай какаомен де сеуіп шықтым. Дәмі ерекше бір дәм шығып тұрсын деген ниетпен. Қаласаңыздар, жанында, шетінде, бетінде барлық жерге коржиктарын жақсылап майдалап, ұсақтап майдалап қолдансаңыздар болады. Міне енді осыны бір 3 сағатқа холодильникке қалдырыңыздар. 3 сағаттан кейін, міне 3 сағат тұрды біздің тортымыз. Осындай жұмсақ болып, кремдеріміз коржиктарға сіңіп, тағы да коржиктеріміз ісініп, осылай биік болып шығады. Қараңыздар. Ауызда еритін торт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Міне вилкамен де бөліп көрсетіп жатырмын. Осылай вилкамен де жұмсақ болып кесіледі. Ас болсын. Менің каналымды қолдап, ары қарай даму үшін подписация жасап, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.